Әнші Меруерт Түсіпбаеваның отбасы қара жамылды. Әнші Меруерт Түсіпбаева парақшасында қаралы хабар туралы бөлісіп, әкесінің қайтыс болғанын хабарлады. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Папам фәни жалғаннан озды. Әдетте 88 жас деген той ғой деп жұбатады жақындар. Осы сөздермен іштей келісіп, шүкір еткенімізбен мәңгілікке қоштасу неткен қиын. Әкем мені 4 қызының ішінен бөліп, ерекше жақсы көрді. Балғабай Түсіпбаев Баянауыл өңірінің мәдениеті мен өнерінің дамуы жолында аянбай еңбек еткен. Баян мен домбыра аспаптарын шебер меңгерген әуесқой әнші еді. Баян өңіріне есімі кеңінен таныс, өнерлі жан болатын. Рухыңыз пейіште шалқысын папа, деп жазды әнші. Әнші Меруерт Түсіпбаева әлеуметтік желіде жүректі ауыртқан қаралы хабарды бөлісіп, әкесінің өмірден өткенін жеткізді. Өнер иесі 88 жас ұзақ ғұмыр деп жұбатып жатқандарға қарамастан, әкемен қоштасудың аса ауыр екенін жасырмады. Ол әкесінің өзіне деген ерекше мейірімін, қыздарының арасынан өзіне бөлек көңіл бөлгенін еске алып, сол жылулықты сағынышпен жазды. Марқұм Балғабай Түсіпбаев атамыздың Баянауылдың мәдени өнер саласына үлкен еңбек сіңіргенін, баян мен домбыраны шебер меңгерген өнерпаз болғанын атап өтті. Әкесінің елге сыйлы, өнерлі жан екенін айта отырып, рухыңыз пейіште шалқысын папа деп жүрек жарды қоштасу сөздерін қалдырды. Желі қолданушылары жаппай көңіл айтып, отбасына сабыр тілеуде. Мен де өз тарапынан Меруерт әпкеміздің отбасына қайғыра көңіл айтамын. Атамыздың иманы саламат болсын, Алла алдынан жарылқасын.